Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менің есімім Елдос. Ал менің атым Аяжан. Сәлем. Ал мен Желаяқпын. Елдос, білімпаз атаның айтқан әріптері есіңде ме? Әрине есімде. Мен сауаттымын ғой. Қазір тексеріп көреміз. Менің қолымда әріптер туралы кітап. Тексерсең тексере бер. Мен бәрін білем. Мынау қандай әріп? Бұл А әрпі. Мен оны жаза аламын. Ал мынау қандай әріп? Бұл әріп Ә. Мен тіпті бұл әріптен басталатын сөз білемін. Әже. Дұрыс, жарайсың. Мынау қандай әріп? Ой, ал бұл әріпті білмеймін. Мен де. Қандай әріп екен? Біліп алса артық етпес еді. Онда тезірек білімпаз атаға барайық. Ол барлық әріптерді біледі. Бізді де үйретеді. Аяулы мектебім
қызықты шуақты өмірдің бастауы мәні алтын ұяң.
беделей махаббат кайрат екеулеп шымырлатқан денені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені елдіктің асқақ өлеңі жан жаққа тартпай қазағым бір сөзге жинал дегені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені бақыттың елжірегені қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені жер болмас ата мекен жерім бар туған елде ел болмас қазақ деген елім бар туған жер алтын бесігім алтынмен жаздым есімін ғажайып неткен көркің ай шіркін ай туған жер алтын бесігім алтынмен жаздым есімін ғажайып неткен көркің ай шіркін ай жер деп жүрегім дүрсіл қағып соғады бір өзің деп тірегім жанар оттай жанады туған жер алтын бесігім алтынмен жаздым есімін ғажайып неткен көркің ай шіркін ай туған жер алтын бесігім алтынмен жаздым есімін ғажайып неткен көркің ай шіркін ай бабам қалдырған кең жазира даламай мен боламын
Құрметті ұстаздар, бүгінгі қуанышты күн әліпбимен қоштасу мерекесі құтты болсын. Міне бүгін біз шексіз қуаныштымыз. Өйткені алғаш рет сауатымызды ашқан жақын досымыз әліпбимен қоштасқалы отырмыз. Бүгінгі кешіміздің жас жүргізушілері Караева Жанат, Рамазанова Аязанды ортаға шақырамыз. Армысыздар мұғалімдер, әжжандар, білім іздеп инемен құдық қазғандар. Құшақ жая қарсы аламыз сіздерді, ән деп оқып, би де билеп, ән де бүгін айтылар. Мектебім алтын ұям нұрың жарық. Мектебім алтын ұям нұрың жарық. Жайнаттың үміттердің гүлін жарып, сүйкімді сенің күміс қоңырауың, тұрады құлағымда сыңғыр қағып. Уа халайық армысыз, тойымыз да бармысыз. Бүгінгі төрсіздікі, қонақ күту біздікі. Басқарамыз тамаша, Аязан Жанат жараса. Уа халайық ортаға, шақырамыз қол соға. Сүйікті біздің ұстазды шәкірттермен ортаға. Біріншіден Қазақстан Республикамыздың гимнін орындайық, Рамазан. Әжен оқып кітапты, жамбады мағама, қуанды анау қадан, қалғам естік бағама. Жарайсың, ел шапала. Әліппе мен мәріппем, деп бастап әріптен сөз құрап жаза бастадым. Тақылдап таңба танып мен қайда екен біздің әліппе. Әліппе, кәнеке бірге шапаласа? Құттықтаймын, саусыңдар ма, бүлдірсіңдер, балдырғандар. Озат болып ел жеттіңдер, ұстаз көңілін қалдырмаңдар.
Менің атым әліппе, мен анаңдай дәріпте, мені оқып ер жеткен мына отырған бәрі де. Оны біз де білеміз, сондықтан да әліппе мәңгі сені сүйеміз. Ал енді әліппе, бүгін міне балалардың өнерлерін тыңдаңыз, тамашалаңыз. Төрлетіңіз әліппе. Ал енді ары қарай балалар, Әрсен. Анау кітап әріппен, мынау кітап әріппен, әліппенің аты басталған қайырды. Жақсы, жарайсың, Құрманғазы. Балқаш деген көл екен, қазынасы көп екен, Байқоңырдан ғарышқа, көз тігеміз алысқа. Өте жақсы. Ғарыш керек ғаламның, намсері даламның, тоқтасынды ағымның, із басары боламын. Жарайсың. Жайық еділ ек су, дұшпан тізе бүккен жер жанаты жетісу, елім туын тіккен жер, қазақ батыр ел деймін, ұлмен қызын ер деймін, ата қоныс жерімді мен ешкімге бермеймін. Қағаздан көре аласың, қағаздан да таба аласың, байқамасаң анықтап, үшекен деп қаласың. Щетка деген ғажы бар, щетканы әсе мақтайды, щеткамен тіс тазалап, щеткамен яқтайды. Балаларға үйреткен әліппе мен ұстазға бас иеміз құрметпен. Енді біз жаза білеміз, білмеуші едік әріпте, оқимыз қазір ертегіде үйреттім оны әліппе. Ағаш рет қолыма ұстадым, әліппені сыйлаған ұстазым, білім атты әлемге ашты сол, рахмет саған әліппе қосу. Әліппе арналады бүгін жүр саған, әліппе алғысымыз шексіз бір саған, көмегіме өзіңнің әліппем, 42 танысамыз әліппен. Ең алғашқы білімді алдық қол, рахмет саған әліппе қосу. Жарайсың. Жан, еле шапала. Атам мен апам да, әкем мен анам да, шопаш ғалымда, кейбір мықты ғалымда, тісіндіріп әліпке, алғаш ашқан әліпке. Ит иесіне керек, ине жіпке керек, ибоққа керек, иық жүкке керек. Енді жаза білеміз, әріпті қосып әліпке, риза болып саған жүреміз, ең сүйікті біздің әліппе. Әліппені білдіңдер, әр әріпті танытар, біздің қазақ тілінде 42 әріп. Жарайсыңдар балалар. Олай болса енді әліппеге арналған әнімізді айтайық, е балалар? Хор әліппе.
жарыс деп аталады балалар. Мен енді сендердің осы уақытқа дейін алған білімдеріңді тексерейін. Кәнекей балалар, әліппені алғаш рет ашқанда кімнің суретін көрдіңдер? Кәнекей, Қуаныш. Жарайсың. Ал осы уақытқа дейін қанша әріпті танып білдік балалар? Жансая? 42 әріпті танып білдік. Жақсы. Дыбыстар нешеге бөлінеді балалар? Дыбыстар, Құрманғазы? 2-ге бөлінеді. 2-ге қандай? Дауысты және дауыссыз. Дауысты және дауыссыз. Ал балалар, дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Дауысты дыбыстар. Дауысты, Дауысты дыбыстар. жіңішке, жуан және жіңішке. Жақсы. Ал жуан дауысты дыбыстарды кім айтып береді маған балалар? Жуан дауысты дыбыстарды. Ал Әрмен. А, о. Жарайсың. Ал жіңішке дауысты дыбыстарды кім айтып береді маған? Альбина. Жарайсың. Ал балалар, у дыбысы қандай дыбыс? У дыбысы қандай дыбыс? Диас. Бірде дауысты, бірде дауыссыз. Жақсы, жарайсың. Ал балалар, енді бұл сұрақтан сүрінбей өттік. Ал енді әліппеден балалар, қандай өлең тақпақтар жаттадық? Соны есімізге түсіріп айтайықшы. Кәнекей, аяулым айта қойшы. Ақ көгершін, қолғанат құсен едің. Бар кезіп қателі үшін кемізінен көлемін. Әділеттің құсы деп көз алмасты жолынан. Бақыт құсы болсын деп ұшырам қолынан. Тағы кім айтып береді балалар? Щеткалар, неше түрлі щетка бар. Бірі түсті жуады, бірі шаңды қуады. Жарайсың тағы. Ал енді айтасың. Ұзын құлақ сорғоян естіп қалды сыбырды, ойлы қырлы жердерден ытқып жүгірді. Қара беді артыңа қиығың салып өзіңнің, келе жатқан томпандап көжекең өзіңнің. Ал Жамил айтам деді жарайсың. Әлде бөпешім, әлпештейі көкешім, тербетейі жата ғой, тәттейі қабата ғой. Ал Жансая айтам деді. Футбол деген ойынға барлық бала құмара, бірақ жолдың бойында доп теппенде қуалап. Ярысап тақтайдан талғап барып байладым, сол яны талаған қара торғай мекендеп. Күтті маны сайрау. Жұмытқа жарайды, жақсы. Арғарай тағы кім айтады ба? Нармен айтам дейді. Нарменаға бері ғой микрофон. Әріптерді жаттаймыз, есте мықты сақтаймыз, ұмытпаймыз бәрінде, ең сүйекті әліппе. Тағы кім айтады балалар? Тағы қайсың айтасыңдар? Рустам айтам дейді. Рустам, ал айта ғой. Бала болшан талапты, біліп үшкін фарапты, Әбу Насыр қаланың әлемге атын таратты. Жарайсың, шапала. Ал енді, Дәулет айтам дейді, Дәулет. Лоуның сыры, циркте жұрт самсаған, мәз болса деп жан салам, ту күлдірсем оларды қуанам мен соған. Жарайсыңдар, тағы қайсың айтасыңдар балар? Бар ма тағы естеріңе түскен? Тағы, Диас ал, қайсың? Жарай, тағы қайсың айтасыңдар? Қайсың? Болды ма балар? Олай болса балар, келесі енді сайысымыз. Мен сендерге жұмбақ жасырамын, сендер тек шулама қолдарын көтерсіңдер. Жарай ма? Ал, қабат қаттама, ақылың болса аттама. Жансая. Не? Жауабы? Кітап, жарайсың. Қыста айна, көктемде су, ол не? Ол не, Рустам, ол не? Мұз, жарайсыңдар. Сен оқуда қандайсың, менен жасыра алмайсың. Құрманғазы? Күнделік, жарайсыңдар. Сөйлеуді ол білмейді, бірақ тоқта жүр дейді. Ол не? Бағдаршам. Бағдаршам, светофордың қазақшасы бағдаршам. Ал, Сақинаға қарайып, ұқсайды оған қайырып. О, жарайсыңдар. Ар қарай жазу жазып жалықпаған, жаза арықтаған. Ол не?
Қалам. Бор балалар, бор. Ал кеттік. Жұқа тақтай бөлшегі ұзындықтың өлшемі. Сызғыш, жарайсыңдар. Өбішкір тұяғы жылан көзін ояды. Ол не? Дәуіт. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Осы күнге дейін алған білімдеріңді дәлелдедіңдер. Олай болса балалар, әліпбиге рахмет айтайық. Рахмет балалар, мен сендерге өте ризамын. Енді міне жаңа пәнді ана тілін оқисыңдар. Олай болса, ана тілін ортаға шақырайық. Сәлем достар, амансыңдар ма? Ана тілін біліп қой, еркіндігің, теңдігің. Ана тілін біліп қой, мақтанышың, ерігің. Сендер мені оқып, ақын жазушылармен танысасыңдар. Көптеген ұлы адамдарды танитын боласыңдар. Көп-көп білім үйренесіңдер. Жарайсыңдар балалар. Енді мінеки ана тілі пәнімен таныстық балалар. Енді біз ана тілі пәнін оқимыз. Ал әліпби айтар тілегіңіз. Енді балалар, сабақтарыңды беске оқыңдар. Мен сендерден бір жас кіші балалармен дос боламын. Қош сау болыңдар. Қош бақытта әліппен көп нәрсені үйреттің. Таныстырып әліппен тақылдатып сөйлеттің. Ал енді ана тілі. Осы балалардың өнерлерін тамашалаңыз. Төрлетіңіз ана тілі. Төрлетіңіз балалардың өнерлерін тамашалаңыз. Ал балалар, біз де енді ана тілімен бірге сыныптастарымыздың өнерлерін тамашалайық. Ортада енді тамашалайтындарыңыз, соны да білмейсің бе атты көрініс. Ортада Мұхаммед пен Дәулет. Мұхаммед, осы холодильникті қазақшасы қалай? Дәулет, соны да білмейсің бе? Холодильниктің қазақшасы мұздақыш емес пе? А морозильникті қазақшасы қалай? Үлкенің бе әлде кішкентайың бе? Любойын. Ендеше біздің үйде кішкентайы бар. Біз оны ішімізбен өсіткіш дейміз. Ал үлкенің бе саған сатып алған соң айтайын. Жарай ма, Дәулет? Жарайды. Ұстаздық еткен жалықпас, үйде-түден балаға деп Абай атамыз айтқандай, алғаш қолымызға қалам ұстап, әріптерді үйреткен, бізбен бірге қуанып, білім нәрмен сусындатқан екінші ата-анамыз ұстаз екені баршамызға мәлім. Дұрыс, мен баштадым, алфавит алғаш жерінен жаттадым. Ұстаз жана ештен кетпес, мәңгілік мермен жауырынан қаққанын. Үйретіп бізге алғаш әліппені ұстазым ғылымға жол салып берді. Адамның ой арманы, мақсаттары оқудың сәулесімен жарық көрді. Ақылшыл асыл ұстазым, өзіңе мен де ұқсаймын. Жеткенше қайрат шұқылат, биікке самға ұшамын. Жарайсыңдар. Ал енді қыздардың билерін тамашалаңыздар. Сен қазір кім өнер көрсететінін білесің бе? Жоқ, білмедім. Ал сенші? Ал сенші? Әрине білемін. Сахнада Юсуфова Мадина Араб биімен. Men borman-ku, bo'lma azal tunlarga seni. Yalla habibi, yalla habibi. Nechun bo'ldin hayoling hazonli, qolma jonim. Men borman-ku, bo'lma azal tunlarga seni. Osmondagi aylan, dengizdagi darman, nasib etgan havas
әріптердің тойында әркім құмар ойынға. Әріптер сырашады, жансая өзбек биіне басады. Жанат, сенесің бе? Бұл бүлдіршіндердің тағы бір ерекшелігі, олар ағылшын тілін меңгеріпті. Сенемін, дәлел ретінде Мұхаммед Рахимді қарсы аламын. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, and T, U, V, W, X, Y, Z. Вот и есть купет. Рахмет, Мұхаммед. Енді ортада әсем билермен биші қыздарды шақырамыз. Қошемет. Hey, what you
Ендеше бүгінгі шағын концертімізді қорытындылай келсек, орталарыңызда Дәулет Отардан. Күні кеше ғана білім ордасына жанарларың жәудіреп, тал бойларың майысып еніп едіңдер. Енді міне әліппені де аяқтап, ана тіліне көшкелі отырсыңдар. Қанаттарың қатайды, биікке енді самғаңдар, білім жолы сара жол, ізденіңдер талмаңдар деп, бүгінгі әліппемен қоштасу кешімізді аяқтаймыз. Ендігі кезекті мектебіміздің директорының орынбасары Нұрша Чумайыновнаға сөз берсек.
әріптер мен құрметті ата-аналар, барлығыңызды да бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Уважаемые родители, уважаемая Махаббат апай наша, спасибо вам за такой прекрасный праздник. Сегодня мы просто отдыхали. Наверное, наши родители сегодня увидели своих детей с другой стороны, какие они у нас умные, красивые, наше будущее. Так что я желаю вам, чтобы такими же умными, грамотными, такими же дисциплинированными. Каждый день они радовались нас, и в будущем мы их видели только с высоты. Спасибо тебе, Махаббат. Сегодня ты провела прекрасный праздник. Спасибо всем. Ал енді бұл бүлдіршіне келесі сөзді сынымыздың ата-анасы. Бұл жерде Сәулет әтеге ма, үлкен кісі арамызда. Апа, қайсысы? Ана апа, келіңіз, тілегіңізді, кішкене батаңызды балаларға тілеп жүрсеңіз, апатаң. Мұғалімдер, құрметті бүлдіршіндер, бүгін сіздерді әліпбимен қоштасуға құттықтаймын жарықтарым. Осындай бақытты болыңдар, осылай жақсы оқыңдар, ата-аналарыңды қуантыңдар. Еліміздің үлкен азаматтар болыңдар. Құттықтаймын сендер. Рахмет сізге. Бүгінгі кешіміздің енді естелігі ретінде ата-аналардың атынан сыйлығымызды оқушыларға табыстасақ, рұқсат етсеңіздер. Абдрасилов Қуаныш. Ал енді құрметті қонақтар, келгендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.
Қашанда таудай талабым, тәртіпті бала атанып, бәріне үлгі боламын, оқуда озат боламын. Қашанда таудай талабым, тәртіпті бала атанып, бәріне үлгі боламын. Оқуда озат боламын, білімім тасып толамын. Әр сөзін тыңдап ұстаздың, санама құйып аламын. Оқуда озат боламын, білімім тасып толамын. Әр сөзін тыңдап ұстаздың, санама құйып аламын. Оқуда озат боламын, қашанда таудай талабым, тәртіпті бала атанып, бәріне үлгі боламын. Оқуда озат боламын, қашанда таудай талабым, тәртіпті бала атанып, бәріне үлгі боламын. Оқуда озат боламын, қашанда таудай талабым, тәртіпті бала атанып, бәріне үлгі боламын. Оқуда озат боламын, қашанда таудай талабым, тәртіпті бала атанып, бәріне үлгі боламын. Оқуда озат боламын, оқуда озат боламын. Кең көсілген жерім бар, айдын шалқар көлім бар. Адамдары ақпейіл, қазақ деген елім бар. Қазақ асыл тегім бар, батырым мен дегім бар. Біз тәуелсіз ұл елміз, болашақтан сенім бар. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз ел бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз жер бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз ел бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз жер бақытты. Әнұран боп әніміз, оңнан атты таңымыз. Қазақ болып туылған, сая тапты жанымыз. Алдан шығып бағымыз, жеке болды тағымыз. Ел таңба мен көк туды, қастерлейік бәріміз. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз ел бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз жер бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз ел бақытты. Қазақстан,
бақытты. Қазақстан, Қазақстан, тәуелсіз жер бақытты.